Сәлем достар, сендермен бірге дайын үй жұмысы каналы. Бүгін сіздерге кеше жасаған құрметті дайын үй жұмысы каналының оқырмандары. Сіздерді 16.05.2025 күні дайын үй жұмысы каналына кіруіңіз сұралады. Каналда жолда жүру қауіпсіздік туралы сабақ өтеді. Сағат 16.00-де басталады, 16:30-да аяқталады. Сәлеметсіздер ме оқырмандарым, сіздерді номер 1 сабақ қауіпсіздік ережелері сабағына шақырамын. Тіркелуді және лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Каналым дайын үй жұмысы каналы. Лайк басу осыны мынаны баса қойсаңыз болды. Және комментарий жазып кетсеңіздер болады. Міне, мен сіздерге арнап жазып қоямын. Жер сілкінісі кезінде қауіпсіздік ережелері. Бұнда ғимараттан шығу керек 15-20 минут ішінде. Үстелдің астына жасырыну керек. Терезелерден алыстау болу қажет, есікке тұру қажет және лифтті мүлдем пайдаланбау қажет. Келесі, өрт кезіндегі іс-қимыл ережелері. 101 нөміріне қоңырау шалу. Жасырынбаңыз, өрттен дереу алшақтаңыз. Есіктерді мықтап жабыңыз, терезелерді ашпаңыз. Электр құрылғысын өшіріңіз. Өрт кезінде лифтті пайдаланбаңыз. Егер қатты түтін болса, мұрныңызды дымқыл шүберекпен жабыңыз. Түтінді бөлмеден еңбектеніп шығыңыз. Көршілерді көмекке шақырыңыз. Сақ болыңыз, отпен ойнамаңыз. Егер өрт болса, 101 нөміріне хабарласыңыз дейді. Бізде төтенше нөмірлер 101 және 112 нөмірлері. Келесі, төтенше қызмет нөмірлері. Мысалы, 101, 103, 112, 102, 104. Мен кетіп тастайын енді. Осымен біздің осы сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Тіркелуді және лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге дайын үй жұмысы каналы. Лайк, комментарий